Қабдеш Жұмаділов таңғажайып дүние жалғасы. 7 бөлім самғау. Кейінгі жас ұрпақ біз бастан кешкен кейбір жайттарды дұрыс ұғыну үшін сол кездегі ақын жазушылардың міндеті мен қоғамдағы орны жайында аз кем тоқталып өтпесе болмайды. Біз әдебиетке келмес бұрын Кеңес одағында Сталин заманы деп аталатын ұзын ырғасы 30 жылға созылған тұтас бір дәуір өтіпті. Қашанда идеологияны бірінші орынға қоятын коммунистер көркем сөздің құдіретін, жазушылардың азуы дуал екенін жақсы білсе керек. 1934 жылы шақырылған бірінші съезде жазушыларды бір тұтас одаққа біріктіріп, қаламгер атаулыны социализм ісіне жұмылдырыпты. Бұл тұстағы ақын жазушыларды бір сөзбен қапастағы бұлбұлдар деп атауға болар еді. Тоты құс тәрізді үйретінді сөздерді айтуын керек, жаттанды әуендерді сайрауын керек. Өзгеше үн шығарсаң, барар жерің белгілі, мезгілсіз шақырған тауықтай басың шавылады. 30 жылдары халық жауы атанып, топ-тобымен атылып кеткен таланттар соның дәлелі. Өткен жылы Жамбылдың 150 жылдық мүшел тойы қарсаңында Ана тілі газетінде жарияланған бір дерекке көзім түсіп, жағамды ұстадым. Сенесіз бе? 1937-38 жылдары Жамбыл жырлауға тиіс тақырыптар орталық комитеттің үгіт бөлімінде бекітілген екен. Сталиндік алтын заң, колхозды ауыл, Челюскиншілер туралы, Чапаев туралы жырлар, Пушкинге, Шота Руставелиге арналған толғаулар тағы басқа. Ең ғажабы сол жоспар түгел дерлік орындалған. Әр тақырыпта арнайы лекция оқыған әдеби хатшылар 90-нан асқан қарттың аузынан әлгі өлеңдерді шым-шымдап сауып алған. Жамбыл бейне заказбен жыр шығаратын фабрика тәрізді. Жаңағы қаламы жүйрік хатшыларды Жәкеңді жарылқау үшін емес, одан өлең өндіруге жібергенін көріп, қапастағы қарт жырауға жаның ашиды. Қалам ұстап жүрген жазба ақындардың жағдайы да одан артып тұрғаны шамалы еді. Біз әдебиетке келгенде заманның кеңіп қалған кезі екен. Бұрынғы қақаған аяздың беті қайтып, Хрущевтің жылымыға орнаған. Ақын жазушыларды бұрынғыдай бір сөзі үшін Сібірге айдамайды. Атып асуға да шек қойылған. Біздің буын соғанда шүкіршілік етіп, одан арғыны іздеп жатпайтынбыз. Хрущев пен Брежневтің тұсында жазушылардың қатары да күрт өсіп кетті. Жаңылмасам, 70 жылдарда Кеңес одағындағы жазушылардың ұзын саны 10 мыңның үстіне шығып кетті деймін. Біздің Қазақстанда да жазушылар одағының 500-дей мүшесі болды. Бірақ жазушылардың тұсауы кеңіп, арқаны ұзарғанымен негізгі принципі бәрібір сақталып қалды. Не жазсаң да социалистік реализм дейтін дайын қалыптан шықпауың керек. Әйтсе де, бұл кездегі жазушыларды қапастағы бұлбұлы емес, кең қорада еркін жайылатын тауыққа теңеуге болар еді. Қара құсқа ілдірмейді, аштан өлтірмейді, уағында жем шашып тұрады. Оның есесіне сен күн сайын жұмыртқа тауып беруің керек. Жай жұмыртқа емес, идеологиялық жұмыртқа. 60 жылдардың басында Мәскеуде өткен бір съезде Михаил Шолохов астарлы әзілмен: біз өз жүрегіміздің қалауымен жазамыз, бірақ жүрегіміз партияның еркінде дегені есімде. Аяқтан ғана емес, жүректен арқандалған жандардың қаншалық ұзаққа баратыны айтпаса да түсінікті. Бәлкім Шолохов онда орыс жазушыларын есте ұстаған шығар. Ал ұлт республикаларындағы қаламгерлердің міндеті одан екесе ауыр еді. Олар және ұлттар достығын жырлауы, ұлы орыс халқын көкке көтере мадақтауы керек болды. Қандай шығарма жазсаң да ішінде бір ақылгөй орыс жүрмесе болмайды. Бұл жалпыға ортақ жағдай. Ал өз ішімізге келетін болсақ, қаламгерлер қат-қабат рангіге бөлінді. Мансапты жазушы, орденді жазушы, депутат жазушы, мемлекеттік сыйлық алған лауреат жазушы, сонан соң жай жазушылар. Партиялық номенклатура мұнда да мүлтіксіз жұмыс істеді. Республикадағы ең мықты қаламгер кім десе, ойланып жатпастан жазушылар одағының бірінші хатшысын көрсетуге болады. Орталық комитетте, үкімет аппаратының бір жерінде қызмет істесең тіпті жақсы. Ал старт алаңы тәрізді, сәті түскенде одақтың хатшысы, не газет-журналға редактор болып шыға келесің. Орден алғаның өкіметтің оң назарына ілінгенің. Депутаттыққа өтсең, таңдаулы топқа қосылғаның. Мемлекеттік сыйлық та таза талантқа берілген баға емес, ол да партияның пейілі түсіп жарылқағаны. Ең бастысы, осының бәрі үлкені деп аталатын орталық комитетте шешілуші еді. Сен өмір бойы ол ордаға кірмеуің де мүмкін, бірақ тағдырың солардың қолында.
Одан басқа барар жер, басар тау жоқ. Құдайдан гөрі өкіметтің көзі түзу болса екен деп жоғарға жалтақтап отырғаның. Бірінші кезекте кімді көтермелеу керек екенін олар да жақсы біледі. Өздерінің қызыл тізімге іліккен сүйікті құлдары, таңдаулы адамдары бар. Жазушыларға берілетін Лениндік сыйлық пен КСРО мемлекеттік сыйлығы ең жоғарғы марапат саналады. Қазақта бұл екі сыйлықты қабатынан алған Мұхтар Әуезов қана. Мұхаңнан кейін Лениндік сыйлық ешкімге бұйырған жоқ. Ал КСРО мемлекеттік сыйлығын алғандар болды. Мәскеу қашанда әр республикадан қолайына жаққан бір-екі жазушыны сақа ғып ұстайтынды. Бұл жолғы таңдау Жұбан Молдағалиев пен Әбдіжамал Нұрпейісовке түсіпті. Жұбанға КСРО мемлекеттік сыйлығы партияның ғарышты игеру саясатын мадақтаған Байқоңыр дастаны мен Қонаевты бас кейіпкер етіп алған Сел поэмасы үшін берілді. Концепциясы жағынан Нұрпейісовтің Қан мен тер романы да отаршылдарға ұнайтын шығарма. Алайда сыйлық романның өзіне емес, соның негізінде жасалған спектакльге берілді. Бұл енді өзге жанр, басқа туынды. Актерлердің ойыны, режиссердің шеберлігі еске алынғанында күмән жоқ. Рас, тізімде актерлермен бірге роман авторының да аты жүр. Бірақ бұдан сыйлық кітапқа берілді деген ұғым тумаса керек. 60-шы жылдардың ортасында Қазақстанда да үздік шығармалар үшін мемлекеттік сыйлық тағайындалған. Ол алғашында жыл сайын беріліп тұрды да, кейін 2 жылда бір рет берілетін болды. Тұңғыш рет бұл сыйлықты 1966 жылы Тахауи Ахтанов пен Хамза Есенжанов алғаны есімде. Әлгі қаламгер кафесінде дүниеге келген, бәйге алдым деп мақтанып отыр еді Ахтанов. Құттықтауға оқталып, жетіп барды Тоқтаров деп басталатын өлең сол кезде туғанды. Ахтановтың мақтанатында жөні бар. Себебі ол сыйлықты тірі классиктер Мұқанов пен Мүсіреповтен де бұрын алып отыр. Ал Мұстафин бұл кезде жазуды қойып кеткенді. Ақсақалды құралақан қалдыру ыңғайсыз болғандықтан әр кезде сөйлеген сөздері мен мақалаларын құрастырып, кейін сол кітабына сыйлық берілді. Үкімет назарына ілігудің ең төте жолы осы болғандықтан мемлекеттік сыйлық төңірегінде әрдайым көкпар қызып жатады. Бет-беделдің, айла шарғының, шылбырдан тартар ағайынның іске қосылатын жері де осы тұс. Бұрын сырттай тамашалағанымыз болмаса, бұл іске іштей араласып кім көрген? Сөйтсек, 1982 жылы сол сыйлықтың берілетін кезегі келіп қалыпты. Оған басқа емес, 1980-81 жылы баспадан шыққан кітаптар ғана ұсынылуға тиіс. Баспа орындары, газет-журнал редакциялары өз жүйріктерін бәйгеге қосуға ерікті. Жазушылар одағы сыйлыққа кімді ұсынамыз дегенде, проза секциясы соңғы көшті аттап өте алмаса керек. Романның 2-ші кітабы былтырғаны жарық көрген. Әнеугүні әдеби жыл қорытындысында жоғары баға алған. Бар жағынан шарты толып тұр еді. Менің ойымда ештеңе жоқ. Қағаздан бас көтермей ұрпақ жалғастығы туралы бір топ тораңғы атты повесті таяуда ғана тәмамдап, енді сәйгүліктерді жазып жатқан кезім еді. Сәуір айының бас кезінде жазушылар одағынан Рамазан Тоқтаров телефон соқты. Ау, не ғып отырсың? Проза секциясы сені мемлекеттік сыйлыққа ұсынайын деп жатыр. Ұсыныңдар. Ол сыйлықты менен артық кімге бересіңдер? Ендеше келмейсің бе? Жоғарыға жолдау үшін толып жатқан құжат толтыру керек екен. 2 дана кітабыңды, ол туралы жазылған мақалаларды алып кел. Түстен кейін барсам шынында да, әр секцияда жиналыс өткел жатыр екен. Жүйріктерін жетелеп, әрі-бері ойқастаған жұрт. Проза секциясы бір ауыздан соңғы көшті ұсынды. Құдай кеселінен сақтаса, биылғы сыйлық сенікі. Дәл қазір соңғы көштің алдына түсетін шығарма жоқ, десті жиналғандар күні бұрын қолымды алып. Көп ұзамай сыйлыққа ұсынылған шығармалардың тізімі де мәлім болып қалды. Проза, поэзия, сын зерттеу, балалар әдебиеті қосылғанда ұзын саны 10 шақты адам. Соның ішінде анық дәмелілері поэзиядан Хамит Ерғалиев пен Тұманбай Молдағалиев, деректі прозадан спорт тақырыбына жазатын Сейдахмет Бердіқұлов. Орыс әдебиетінен Максим Зверев бар. Жалпы әдебиет, өнер, кино, сәулет өнері саласына берілетін сыйлық 5. Жағдайға қарай әдебиетке кейде 2, кейде 3 орын тиіп қалады.
Өз басым онша сеніп кетпесем де үмітсіз де емес едім. Бұлай барлап қарасам, ұсынылған шығармалардың ішінде бүкіл бір халықтың тағдырын баяндайтын 2 томдық соңғы көштен ірісі жоқ екен. Ерғалиев пен Молдағалиев бұлайша үлкен ақындар болғанымен, бәйгеге қосқандары 5-6 баспа табақтан аспайтын әдеттегі жинақтар. Ал жасы сол кезде 87-ге келген Зверев сыйлықтан дәметіп жүрген кісі еместі. Алайда ат шаба ма, бақ шаба ма, шығарма оза ма, әлде бет бедел сақал алға түсе ме, әзірше кесіп айту қиын еді. Балапанды күзде санайды дегендей, қорытынды шыққанша әлі талай уақыт бар. Мәреге жететін кез жыл аяғы желтоқсан. Оған дейін ұсынылған шығармалар бірнеше турдан өтіп, әлі талай іріктеледі. Тізімде қалғандары газеттерде, радио мен теледидарда насихатталып, жұртшылық талқысына түседі. Ең соңында сыйлықтың кімге берілетіні министрлер кеңесі жанындағы беделді комиссияда жасырын дауыс беру жолымен шешілуге тиіс. Бірақ менде мұның бәрін қадағалап отыруға мұрша болған жоқ. Жазудан қол тимей жатқан кез. Сондықтан тым елігіп кетпей, сыйлықты беріп жатса, бәрекелді. Бермесе оған да мақұл. Біз көрген Құқайдың алды арты бұл дейсің бе? Қиын қылса, бұл да сол көп қиянаттың бірі болып қала берер дедім де жазуымды жалғастыра бердім. Сол тұстағы қарқыныма өзім де дән ризамын. Сәуірде бастаған сәйгүліктерді қазан айында аяқтадым. Бұл моторлы көліктер үстемдік құрған 20 ғасырдағы жылқы тағдыры туралы шығарма еді. Асыл тұқымды арғымақтарды зерттеу үшін Дегерес жылқы зауытына барып, апталап жатқан кезім барды. Сол еңбегім өтелген сияқты. Алыстан әкелген нәуеттек арғымақтарды қанша үкілегенмен қазақтың қазанатына жетпейтіні, туған жермен кіндіктес сәйгүліктердің жөні бөлек екені. Бұл күнде Ағыбайдай атбегілер магикандардың соңы боп қалғаны повесте жан-жақты суреттелген. Жүріп тұрған қаламды суытқым келмеді. Сәйгүліктерді бітіре сала жаңа повестке, бір қаланың тұрғындарына кірісіп кеттім. Көңіл күй де бабында еді. Бұл біздің шаңырақты тәңір жарылқаған жыл болды. Сол 1982 жылдың қысында басымызға бас қосылып, 5-ші баламыз дүниеге келді. Толғақ 12 қаңтарда басталған. Сол күні 70 жасқа толған Қонаев омырауына 3-ші рет алтын жұлдыз тағып, бүкіл республика дуылдап жатқанды. Мен іштей Қонаевта Құдай бекер жаратпаған бақытты кісі ғой. Егер ұл туса, атын Дінмұхамед қояйын деп ойлағам. Бірақ олай болмады. 13-ші қаңтарда сәуле арманына жетіп, ақыры қыз тапты. Кенже ұл Жәнібектен кейін араға 7 жыл салып, 40-қа қараған жасында бала тапқан сәуленікі де ерлік. Ол өткен жылы бір тамаша түс көрген. Түсінде бір ақсақалды әулие мойнына жақыт көзі бар алтын алқа тағыпты. Сол түстің медет бергенінде күмән жоқ. Қуанышта шек болмады. Бір уақытта қарасам, қолымда бір буда гүлім бар. Дәргерден басқа еркек кіндік аттап баспайтын перзентхананың 2-ші қабатында жүрмін. Мұндайды көрмеген медбикелер алдымды бөгеп қоршап алыпты. Бірақ мендегі қуаныш тасқыны оларға да әсер етпей қойған жоқ. Ақыры бәріміз бас дәргердің кабинетінен бір-ақ шықтық. Сол күні әрі ескіше жаңа жыл екен. Бұрқыратып шампан аштық. Дәргер келіншектер Сәуле мен құндақтаулы қызымды алып келіп менен көрімдік алды. Жалпы 13 саны біздің әулетке жағады. Тұңғыш келініміз Махаббат та 13 мамырда туған. Өзіміз көптен бері 13 пәтерде тұрамыз. Балаға ат қойғанымыз да қызық. Сәуле перзентханадан шықпай жатып ақ, біздің үйге қыз келіпті дегенді естіп, есіктес көршілеріміз жиналып қалды. Төкен Әлімқұлов, Хизмет Абдулин, Қуандық Шаңғытбаев, Оспанхан Әубәкіров, Бекен Әбдірзақов. Дастархан жаюлы, арақ-шарап құюлы, бәрі дуылдасып отыр. Сол тұста туған балаға бірден ат қойып, перзентханадан куәлік ұстатып жіберетін бір заң шыққан. Жиналғандар соны еске алып, қарап отырғанша нәрестеге ат ойластырайық десті. Бәрі де тіл білетін, көркем сөздің айтулы шеберлері ғой. Небір есімдер аталып жатыр. Ғашықтық дастандағы, атақты романдардағы ару қыздардың біразы қағазға түсті. Оспанхан марқұм дабыр-дұбырға көп араласпай, үнсіз ойланып отырғанды. Бір мезетте басын көтеріп алды да: сіздер манадан бері көп қайталанған, әйгілі есімдерді атап жатсыздар. Егер қабыл көрсеңіздер, мен алдында 4 ағасы бар кішкентай қызға лайық, 4 әріптен ғана тұратын бір ат таптым. Нәрестенің аты Ерке болсын, ағаларының ортасында еркелеп жүрсін деді. Дұрыс екен. Хей,
Мынау тауып кетті, десті отырғандар. Ертеңінде ең тәуір деген бірнеше атты қағазға тізіп Сәулеге алып барған. Оспанханның ұсынған аты оған да ұнады. Қызымыз тым құйтақандай, үлкен аттарды көтере алмас, сол еркеге тоқтайық деді. Қазір кішкентай еркеде жарты жастан асып, күн сайын ширап келеді. Үй іші болып, жан тәніміз сол баланың үстінде. Ол жоқ кезде қалай өмір сүріп келгенімізді өзімізде түсінбейміз. Бұл аралықта сыйлыққа ұсынылған шығармалар да іріктеліп қалып еді. Бірінші турда көп дауыс алған 4 жазушы бүкіл халықтық талқылауға жіберілді. Олар Максим Зверев, Хамит Ерғалиев, Тұманбай Молдағалиев және мен. Обалы кәнеки, соңғы көштің сыйлыққа ұсынылуын жұртшылық қызу қарсы алды. Баспасөзде құптаған пікірлер шыға бастады. Республикалық газеттерде Тәкен Әлімқұлов, Әзілхан Нұршайықов, Рахманқұл Бердібаевтың романды талдаған көлемді мақалалары жарық көрді. Облыстық газеттер түгелге жуық үн қосты. Аудандық жерлерде соңғы көш жайында оқырмандар конференциясы өткізіліп, көп адам қол қойған жиналыстың хаттамаларын жіберіп жатты. Бір жолы өз адресіме келген хаттар мен газет мақалаларын тапсырайын деп министрлер кеңесі жанындағы арнайы кеңсеге бардым. Комиссия хатшысы Лидия Омарова деген әйел: «Жұмаділов, сіз бе едіңіз? Сіз енді мұндай хаттарды әкелмесеңіз де болады», деді реніш білдіріп. «Неге? Сіздің романыңыз жөнінде жіберілген хаттар мен ұсыныстар қазірдің өзінде бірнеше папка болды. Тіпті сейфке сияр емес. Осының бәрін қалай ұйымдастырып жүрсіз?» Мен қарқылдап күліп жібердім. «Ұйымдастырғыш кісіні тапқан екенсіз. Осыған қол қимылдатсам не дейсіз?» дедім хатшыға. «Кәне, тізіміңізді көруге бола ма?» Қарасам айтқанындай-ақ бар екен. Хат дегенің жауып кетіпті. Оралдан, Атыраудан, Сыр бойынан, Арқадан, Алтайдан буда-буда хаттар келіп түскен. Оқырмандар конференциясынан жіберілген хаттама қаулылардың өзі бір папка. «Мына біреуі бүгін ғана келді», деді Лидия әлде бір пакетті ашып жатып. Бұл Ұлытау өңіріндегі Қарсақбай кенішінен келіпті. Сондағы жұмысшылар соңғы көшті арнайы талқылап, егер мемлекеттік сыйлық ең үздік шығармаға тиетіні рас болса, биыл осы романға берілуі керек деп жиналыс қаулысын жіберіпті. «Басқа жазушылар қайда? Оларға да осындай хаттар қиылып жатыр ма?» деп сұрадым хатшыдан. «Оларға келгені көп емес. Бәрін жинасаң, сіздікіне жетпейді», деді көңілдегісін айта салатын орыс мінезді келіншек. Бұрын әлде қалай болады деп дүдамалдау күйде жүруші едім. Көптің мынадай ықыласын көрген соң үміт ояна бастады. Айналайын, халқым бар екен ғой. Бұл жұрт кітап оқиды екен ғой, деймін іштей тебіреніп. Әйтсе де жеңіске жетеріме тым сеніп те кетпей, өзімді жақсылыққа да, жамандыққа да әзірлеп жүрдім. Өйткені біздің қоғамнан бәрін де күтуге болады. Бар билік мемлекеттік комиссияның қолында дегенмен, оларға жоғардан қандай нұсқау болады? Жазушылар одағының жаңа басшысы Жұбан Молдағалиев қай жаққа қарай қисаяды? Комиссия төрағасы болып отырған министрлер кеңесінің мәдениет жөніндегі орынбасары Шангерей Жәнібеков қандай әуенге басады? Болжам айту қиын еді. Әйтеуір жазудан қол үзгем жоқ. Басқалар ала шапқын боп алқынып жүрген 3 айдың ішінде мен бір баланың тұрғындарын аяқтап қалған едім. Сөйтіп жүргенде 1982 жылдың көп күттірген желтоқсаны да жетті-ау. Сол жылы театр мен кино, музыка саласында дәмелі шығармалар аз болған ба? Әдебиетке 3 орын беріліпті. Яғни 4 үміткерге 3 орын. Кімнің жұлдызы жанарын соңғы турдағы жасырын дауыс шешпек. Бірақ біз күткендей болмады. Әдебиет пен өнердің бидасын ұстаған белсенділер адамзат тарихында сирек ұшырасатын тағы бір қиянатқа жол берді. Көпшілік сарабына түссе әлде қалай болады деп қауіптенсе керек. Соңғы көшті дауысқа салмай алып қалыпты. Мен бейне сыйлыққа ұсынылмаған, қалың оқырманнан қолдау таппаған біреу болдым да шықтым. Сонда айтқан сылтаулары не дейсіз ғой? Соңғы көш шетел тақырыбына, Шыңжаң қазағының өмірінен жазылған. Ол қазақ кеңес әдебиетінің төл шығармасына жатпайдымыз. Бұл маған қарсылардың күні бұрын ойластырып, ең соңына сақтаған сауыт бұзар жебесі еді. Басалқа мәжілісінде жаңағы ұсынысты Жұбан ортаға қойған екен. Комиссия төрағасы Шангерей Жәнібеков те қосыла кетіпті. Біреулер әділеттен аттап өте алмай, мұнымыз заңға қайшы келмей ме? Жұртшылық соншама қолдап отырған шығарманы дәл мәреге келгенде дауысқа салмай қағып тастағанымыз обал емес пе деген екен.
Біздің әдеби шенеуіктер. Ол жігіт әлі жас. Биыл жазушылар одағы әдеби сыйлық тағайындағалы отыр. Жұмаділов соны ала тұрса да тақиясына тар келмейді десіпті. Ақыры солардың айтқаны болды. Мен дауысқа түсе алмай, құлагері Батыраштың балтасына жолыққан ақан серінің кебін кидім. Енді таласатын ешкім жоқ. Зверев, Ирғалиев, Молдағалиев үшеуі дайын тұрған 3 сыйлықты алды да жүре берді. Бір орынды орысқа беретін әдетіміз. Бұл хабарға 87-ге келген Зверевтің өзі таңғалса керек. Алхама ағаңның мінезі белгілі. Бұл сыйлықты маған баяғыда берулерің керек еді. Бүгінге дейін қалай шыдап келгеніме таңым бар депті. Бәйгеге бірге шапқандар арасынан маған Тұманбай ғана мойын бұрды. Жазушылар одағында кездесіп қалып: «Қабдеш, сен сыбағамды тартып әкетті деп маған өкпелеп жүрген жоқсың ба? Тегінде сені құлатуға менің ешқандай қатысым жоқ. Мен үлкен кісіге, Қонаевты айтады, кіріп бір орынды өзіме арнайы сұрап алдым» деді. Ақталғаны ма, мақтанғаны ма түсіне алмадым. Сірә мақтанғаны болар. Иә, өзге жұрттың тіреп тұрған ағайыны бар. Сыйлық қажет болса сұрап та алады. Менің қол ұшын берер кімім бар? Мен сияқтыларды ашықтан ашық қорлауға, аяқтан шалуға, алайын деп тұрған сыйлықты бермей қоюға да болады. Арыз айтар жерің жоқ. Мұндайда арыз айтпақ түгіл Қытайдың шпионы, жасырынып жүрген жау демегеніне шүкірлік етуің керек. Ондай жайттар болған. Мәселен, Қазақстанда қой шаруашылығын өркендетуге аянбай еңбек еткен шопан Мұқан Көккөзов сияқ болар. 70-ші жылдарда төл алудан оның алдына түскен адам болған жоқ. Әр 100 саулықтан 195-ке дейін қозы алған, қайтпас ердің өзі. Бір ғана айыбы Қытайдан келгендігі. 10 жыл бойы алдына жан салмаған сол Көккөзов өткен жылы социалистік еңбек ері атағына ұсынылған. Бәйгеден озып келеріне, омырауына алтын жұлдыз тағарына еш күмән жоқ еді. Соны сезген бақ күндестері не істеді дейсіз ғой? Көккөзов Қытайдың шпионы екен. Иен-таудың арасында рациямен хабар беріп жатқанын көргендер бар деп лақап таратып жіберіпті. Сол-ақ екен, Көккөзовтың соңына КГБ түсті. Қайда барса да басқан ізін аңдыған жансыздар. Нәтижеде алтын жұлдызға Көккөзовтың шалымына да келмейтін басқа бір шопан ие болды. Мұқан байғұс еңбек ері болмақ түгіл жоғарғы бастықтарға арызданып жүріп, 2-3 жылда өз басын әрең ақтап алды. Сол Мұқанға қарағанда мен сыйлықтан ғана қағылып, қайта тым жеңіл құтылдым ба деймін. Мұқан Көккөзов Саржайлау романының кейіпкері. Ол мұнда Мұрат Көкбаев болып жүр. Айтқандай-ақ, жазушылар одағы жаңа жылдан бастап Мұхтар Әуезов атындағы республикалық әдеби сыйлық тағайындады. Өздерінше мені жұбатқаны болар. Нөмірі 1 сыйлықты маған беріпті. Қанша дегенмен Жұбан Молдағалиев ақын адам ғой. Маған көрінеу қиянат жасағанын кейін өзі мойындап жүрді. Марқұм мені көрсе қолын ала жүгіріп, қалбалақтап қалушы еді. Әлде бір әдеби сапар 10 күндік бола қалса, Жұмаділов қалып қоймасыншы деп қадағалап отыратын. Қиянатты көп көрген біздер бәрінде кешіреміз ғой. Тек күнәлі пендені Құдай кешірсін деп тілейік. Сонымен алғашқы сыбағадан қағылдық. Жетім қозы тасбауыр. Мұндайда тағдырдан басқа кімге өкпелейсің? Бір Құдайға сыйынып жазуымды жалғастыра бердім. Жаңа жыл қарсаңында бір қаланың тұрғындарын тәмамдап, Қарауыл атты жаңа повест жазуға кірістім. Бұл да көптен көңілде жүрген нәрсе еді. Ойда жоқта өмірдің өзі тудырған сол идеяны қағазға түсірудің сәті енді келген сияқты. Жамбыл ауданына қарасты Қарғалы қалашығында туыстарым тұратынын жоғарыда айтқанмын. Бұл ақ көбігін атқылап өзен ағып жатқан, жаздың аптап күндерінде тау аңғарын бойлай самал есіп тұратын, жанға жайлы тамаша жер. Кейбір жағынан өзіміз туып өскен Малдыбай аңғарын еске салады. Сондықтан сенбі жексенбіде бала шағамды ертіп барып, сол жақта демалып қайтатынмын. Поселкеге барған сайын бір жағдай көзіме жиі шалына берді. Күндіз түні тынбай 3 кезекте жұмыс істейтін, мыңдаған жұмыскері бар шұға фабрикасын айнала дуалмен қоршап тастаған. Сол қоршау менің көз алдымда жыл сайын биіктеп бара жатты. Басында кісі бойындай ғана еді, кейін түйе бойламайтын бетон қабырға тұрғызылды. Енді бір барсам, әлгі қабырғаның үстіне тікенекті сым тартып тастапты. Бұл көрініс маған жалғыз осы фабрика ғана емес, бүкіл кеңес одағына тән сияқты әсер қалдырды.
Ар-ұят кеміп, адам санасы аласарған сайын қоршау дуалдар биіктей бермек, дедім бір күні фабриканың қасынан өтіп бара жатып. Осы бір ауыз сөз болашақ повестке арқау болды. Келін кепшік, қарындастар жұмыс істейтін фабриканың күнделікті тірлігі бұрыннан таныс еді. Жазуға ниет ауған соң арнайы барып, барлық цехтарын аралап шықтым. Фабрика басшылары қайдан білсін, еңбек озаттары мен ардагерлерін көрсетіп әуреге түсіп жүр. Бірақ маған керегі озаттар емес, мүлде басқа адам, қақпаның алдында тұратын күзетші. Оқиғаның негізгі орны да сол қарауыл үйшігі болмақ. Кімдер өтпейді күзетшінің алдынан? Жүздеген жұмысшы күн сайын осындағы тар есіктен өтеді. Ұры да, қары да, бәрі де. Қаз қақпай қарап тұрғанның өзінде есік пен тесіктен, қоршаудың қағаберіс тұстарынан халық қазынасы тоналып жатады. Жалпы, қарауыл деген сөздің астарлы мәні бар. Ең сенімді қарауыл әр адамның көкірегінде, ар иманында. Ол қалғып кетсе, қақпадағы жалғыз қарауыл ештеңеде бітіре алмайды. Мен жасаған образдар галереясына күзетші Айдархан бейнесі осылай келіп қосылды. Ойда әбден піскендігінен болар, повесть тез жазылды. Бас аяғы 2 айда тәмамдап, соңғы нүктесін қойдым. Байқап отырсам, соңғы 1-2 жылда тұтас бір повестер циклін жазыппын. Бәрі де осы заман тақырыбына арналған. Байыптап оқыған кісі бұл шығармалардан енді бұлай өмір сүруге болмайды деген жан айқайын аңғаруға болар еді. Кейіпкерлерім заманға наразы, өз ортасымен сыйыспай жүрген кілең бунтар адамдар. Бұдан сәл ертерек жазылса жарық көруі қиынға айналар еді. Әйтеуір қайта құрудың қарсаңында Құдай оңдап басылып кетті. Бір топ тораңғы мен сәйгүліктер алдымен Жұлдыз журналында жарияланды. Бұдан басқа біраз шығармамды бөгетсіз басқан журналдың сол кездегі бас редакторы Бекежан Тілегеновке айтар алғысым зор. Ал повестердің топтамасы 1984 жылы сәйгүліктер деген атпен жеке том болып шықты. Мен ешқашан әлеуметтік заказбен шығарма жазған кісі емеспін. Құдай ойыма не салса, нені қажет деп тапсам, соны ғана жаздым. Алдымен адам тағдырмен астасқан өлмес идея. Сонан соң орын мен оқиға. Осы үшеуі тоғысқан жерден қалайда бірдеңе туады. Сол принцип бойынша тағы бір кесек шығармаға орын таңдау қажет болғанда, көптен мойнымда жүрген бір қарыз түсті есіме. Әлеуметтік заказ емес, ел аманаты. Естеріңізде бар шығар, 1976 жылы Шығыс Қазақстан облысын аралаған кезімде Тарбағатай ауданының басшысы Зәріпхан Дәукеев маған ауданның құрметті азаматы деген дипломды тапсырып тұрып, ер мойнында қыларқан шірімес деген. Мына атақ сіздің мойынға тағып жіберген жібек арқанымыз. Орайы келгенде біздің жаққа да атбасын бұрып тұрарсыз, деп еді ғой. Ел ағасының сол аманаты оқта-текте ойыма түсіп, арқама аяздай батып жүруші еді. Бұлай байыптап қарасам, сол қарызды өтеудің сәті түсіп тұрған секілді. Қайткен күнде де сол өлкеден бір шығарма жазуға бел байладым да, күн жылынып, көк қаулаған маусым айында Тарбағатай жаққа тартып отырдым. Бұл елдің арғы-бергі тарихы, бастарынан кешкен тағдыр тауқыметі маған жақсы таныс. Халқының тең жарымы күні кеше арғы беттен ауып келгендер. Солардың тұрмысымен танысу, бір кезде күнгейінен көбелек қуған Тарбағатай тауының енді теріскей жағын аралап көру өзім үшін де қызық еді. Өтіп бара жатқан заман. Ана жылғы алғашқы сапардан бері де арада 7 жыл өте шығыпты. Ауданға келсем, маған ел аманатын табыстаған Дәукеев облысқа жоғарылап, оның орнына Сайлаухан Аухадиев деген азамат келіпті. Бұл да ел қамын ойлаған, елгезек жақсы жігіт екен. Аудан басшылары құрағышып қарсы алды. Енді қалай, маңдайларына туа бітпесе де жүре біткен жалғыз жазушылары ауданның құрметті азаматы орталарына келіп отырса, және жай келмей кітап жазам деп құлшынып тұрса, басқаша болуы мүмкін бе? Барлық жағдай жасалып жатыр. Бірер күн демалған соң, ауданның идеология жөніндегі хатшысы Баяхметті қасыма ертіп алдым да, өлкенің өзен су, ой мен қырын түгелдерлік араладым. Әр ауылдағы сөз біледі, әңгіме айтады деген кәрі құлақ, көне көздерді де назардан тыс қалдырғанымыз жоқ. Тек бір өкініштісі, сұңғыла, шежіре қарттардың көбі дүниеден өтіп кетіпті. Ендігі қалғандары ұзаса соғысқа қатысқан, 5 жылдықтар кезінде колхозда еңбек еткен, 100 грамм ішпесе шешілмейтін заманақырдың шалдары.
Айтатындары соғыс пен колхоз төңірегінен көп ұзамайды. Талай әңгімені қағазға түртіп алған болдық. Алайда менің өз есебім өзімде еді. Соғыс пен колхоз тақырыбы қазақ әдебиетінде жеткілікті жазылған. Ол және менің стихияма жатпайды. Маған керегі осындағы халықтың аумалы төкпелі тағдыры. Баяғы ашаршылық жылдары бұл өлкенің тұрғындары түп қопарыла Қытайға ауды. Арада 30 жыл өткенде солардың көбі атамекенге қайта оралды. Кеңес дәрінде ГПУ, НКВД, КГБ дегендер шекараны жайлаған бұл елдің қыр желкесінен түскен жоқ. Кәмпеске кезінде әр тарапқа жер аударылып, сол беті ұшқан ұясына оралмай кеткендер қаншама. Әлсін әлі тасып төгілген сүттің бетіне қаймақ тұрмайтыны секілді, бұл өлкеден осы күнге дейін бірде-бір көрнекті ғалым, не жазушы шықпауы соның бір айғағы. Мен міне шекара бойындағы аймақтарға тән осы трагедияны қозғауым керек еді. Ел аралап жүргенде көңіл аударған тағы бір нәрсе арғы беттен ауып келгендер тағдыры. 1962 жылғы ұлы көштен бері де 20 жылдай уақыт өтті ғой. Шүкір, көшіп келгендердің тұрмыстары түзеліп, жергілікті жұртпен теңеліп-ақ қалған екен. Еңбектері жанып, өз қатарынан асып түскендері де бар. Жастар техниканың құлағында ойнайды. Мінгендері жеңіл машина. Елге ел, төлге төл қосылып, аудан да көркейе бастапты. Бұл жағдай менің еңсемді едәуір көтеріп тастады. Босқындар тағдыры қашанда бір бүйіріңде жатады. Кезінде осы көшке мұрындық болғанымыз бар. Кейбір келеңсіз жағдайларға кезіккенде сол ағайындар бізге қарғыс айтып жүрген жоқ па деп іштей мүжілген, күйзелген кездерімде болып еді. Әлі есімде, 1966 жылдың күз айларында Қазақ әдебиеті газетінің тапсырмасымен Семей облысының біраз аудандарын араладым. Жарма ауданының Қарасу совхозында Ақыш нағашым тұрушы еді. Сол кісіге сәлем бере кетейін деп әдейі бұрылдым. Ауыл тұрғындары түгелге жуық қазақтар. Әлгілер совхоз директоры Мелехов дегеннен қан қақсап отыр екен. Тілші келді дегенді естіп, шағым айтушылар көбейіп кетті. Директор Ресейден өзі көшіріп әкелген 10 шақты үйден басқаны кісі деп санамайтын, қазақтарға қараспайтын көрінеді. Мәдениет үйін жауып тастаған. Бұрын осында домбыра оркестрі болған екен, аспаптары шаң басып қоймада жатыр. Осындай шағымдар көп түскен соң мән жайды білейін деп кеңсеге келдім. Мелехов жасы 30-дың ішіне енді ілінген, кеудесі аяқ қаптай дәу неме екен. Алматыдан келген тілшіні амалсыздан қабылдады. Енді маған шаруашылығын көрсетпек болып, таяудағы фермалардың біріне әкеле жатыр. Алғашқы қар жауып қалған қарашаның кезі. Мелехов өзіне шаң жуытпайды. Жол бойы қарауындағы халықты жамандаумен болды. Бұлар бұрында оңған жұрт емес екен. Оның үстіне ана жылы Қытайдан ауғандар келіп қосылыпты. Өздері шетінен жалқау, тіл ұқпайтын дүлейлер өңшең. Сөйтіп жүріп заңкестігін қайтерсің. Үстіңнен арыз жазады. Сол сволочтарақ жүйкеме тиіп болды. Мен үнсіз тыңдап отырмын. Амал не, жағасынан ала кетуге жағдай көтермейді. Не деген кеуде десеңші. Жарайды, менің Қытайдан келгенімді білмей-ақ қойсын. Жай қазақ болғаным үшін де сыпайылық сақтауға болады ғой. Жоқ, айылында жияр емес. Бірақ көп ұзамай бәрі әшкере болды. Бір қыстаудың тұсынан өтіп бара жатқанымызда жол айрығына біраз жем төгіліпті. Сол арада трактор ауған ба, 2-3 қап арпа қар үстінде үйіліп жатыр. Мелехов жемді жинап алмаған қойшыны келістіріп тұрып сыбап алды да машинаны солай қарай бұрғызды. Шопанның шағын қыстауы. Ауыл іргесіндегі қыратта бір қора қой жайылып жүр. Қойшы өрістен жаңа келіп, сәл жылынып алайын деді мекен. Қара тонын басына бүркенген күйі пимасын да шешпестен төр алдында серейіп жатыр. Әлі де ашуы басылмаған Мелехов дауыстап оятудың орнына пиманың басынан теуіп кеп қалды. Шошып оянған шопан апалақтап ұшып тұрды. Міне қызық, қарасам, ана жылы өзімізбен бірге өткен Зәки деген жігіт. Қара қабақта дүкен ұстап тұрғанда талай араласып, сый құрметін көргенбіз. Ол да мені тани кетті. Қалжыңдап теуіп қалған мен екен деп ойласа керек. Байғұс атып тұрып құшақтай алды. Екеуміз аман саулық сұрасып, шұрқырасып жатырмыз. Мелеховта үн жоқ. Бұқа мойнына дейін өрттей қызарып теріс айнала берді. Зәки байғұстың қуаныштан есі шығып тұр. Апырай, келгенің қандай жақсы болды. Мал соям, қонақ бол дейді жік жаппар болып.
Мен сыр алдырғам жоқ, жүрісімнің тым суыт екенін, өзімен бет көрісу үшін ғана бұрылғанымды айтып, зорға дегенде рұқсат алдым. Алайда ақкөңіл Зәки менің осы іздеп келгеніме қатты разы болды. Қабдешке рахмет, мені ұмытпапты деп кейін әркімдерге айтып жүріпті. Әлгі жігіт сіздің туысқаныңыз ба? Деді Мелихов былай шыға бере. Туыс емес, бірге өскен жолдасым. Демек, сіз де сол жақтан келген болдыңыз ғой. Дұрыс айтасыз, мен де сол Қытайдан келген дүлейлердің бірімін. Осыдан кейін-ақ әңгімеміз жараспады. Ферма орталығында дайындатып қойған қонағасы да арадағы тоңды жібіте алған жоқ. Мен енді не де болса Мелихов жайында сын мақала жазуға бел байлағам. Қажетті деректерді толықтап алдым да ертеңінде аудан орталығына келдім. Ол кездегі тәртіп бойынша сын материал жазатын тілші алдымен аупарткомға соғып құлаққағыс етуі керек. Жарма ауданының бірінші хатшысы Серкешев менің бұйымтайымды естігенде қуанып кетті. Құдай тілеуіңізді берсін, соны бір сойып беріңізші. Мелихов қатардағы қойшы түгіл, аупартком хатшысын адам құрлы көрмейді. Мақалаңыз шыққан соң бір данасын маған салып жіберіңіз. Мен оның партбилетін тартып алып, қара есекке теріс мінгізіп қоя берейін, деді алақанын ысқылап. Сөйтсем, мұндағылардың Мелиховқа тісі батпай жүргені ол Хрущевтің кадры екен. Никита Сергеевич тың өлкесіне соңғы бір келгенінде осы Мелихов комбайнмен егін орып жатады. Орған алқабы таза, өнімі жоғары болса керек. Сөйлесіп көрсе, сөзге де ағып тұр. Хрущев хатты разы боп кетеді де. Міне, нағыз директор болатын жігіт, дейді қасындағы кісілерге қарап. Осындай жастарды неге өсірмейсіңдер? Генсек айтты, бітті. Көп ұзамай шала сауатты Мелихов осындағы қазақ ауылына директор болып шыға келеді. Мен Алматыға оралған соң бәрі де адам үшін деген сын мақала жаздым. Соңғы съезде сондай бір ұран көтерілген. Соны алға сала Мелиховтың халыққа жасап отырған жәбірін бастан аяқ баяндап өттім. Мақала шыққан соң редактордың атынан хат жазып газетті Серкешевке салып жібердік. Арада ай өтпей аупарткомнан жауап келді. Онда сіздер көтерген мәселе түгел расталды. Мелихов қызметтен босап, оның орнына халыққа жайлы жаңа басшы келді депті. Ол кезде мұндай жайттар жиі болып тұратын. Қазір жағдай өзгерді. Арғы беттен келгендер де оң солын танып, қатарға қосыла бастады. Байырғы тұрғындармен қыз алысып, қыз берісіп, мияның тамырындай араласып кетіп еді. Бір жолы Үржарға қоныстанған менімен аталас Жұмабек Сұлтанаев Абай ауданына құдалыққа барыпты. Жүкең жасынан өнер қонған әнші, ақын кісі еді. Құда түскен жерлері Арқат тауындағы мамайлар болса керек. Қайтып келген соң ауылдағылар кеу-кеулеп. «Я, құдаларыңыз қандай адам екен?» дегенде Жұмабек домбырасын қолына алып өлеңмен жауап беріпті. Тобықты құда болдық мамайымен, таныстық ауыл аймақ маңайымен. Оларда біз сияқты жандар екен, жалғызақ мақтанбаса абайымен деген екен. Төрт аяғы тең жорға осы өлеңнің маған әсіресе оларда біз сияқты жандар екен деген үшінші жолы қатты ұнады. Бұл басқаға табынып, таңырқамайтын терезесі тең адамның сөзі ғой. Өзіңнің ешкімнен кем емес екендігіңді сезіну кемелдіктің белгісі. Өз бойыңдағы қасиетті толық танып білгендік. Мен Тарбағатай сапарынан қайтар кезде болашақ шығарманың сұлбасы айқындалып та қалып еді. Араға 30 жыл салып, қайта табысқан екі ұрпақтың тағдырынан бір үлкен кітап жазуға бел байладым. Қабеке, қолыңызға бірдеңе ілікті ме? Не жазасыз? Деді Сайлаухан мен аттанар мезгілде. Роман жазам, дедім ойланбастан. Басынан халық көшін көп асырған, бір ұлттың екі түрлі тағдырын қос бүйіріне теңдеп жатқан Тарбағатай секілді алып тау, кішігірім шығармаға сыя ма? Ондай жүкті роман ғана көтере алады. Алматыға оралған соң болашақ шығарманың желісі құрылды. Бас кейіпкерлер сұрыпталды. Роман оқиғасы 30-шы жылдары заманның қыспағымен екі айрық жолға түсіп, 60-шы жылдарда қайта табысқан екі достың өмірінен өрілуге тиіс еді. Бұл елде тұра алмай Қытай асып кеткен Қайдар мен осы бетте қалған Ақжан Атаханов тағдыры. Арғы бет асып қайтқан Қайдар соқпағын суыртпақтау мен үшін оншалық қиынға түскен жоқ. Одан гөрі Ақжан образын сомдау әлдеқайда күрделі болды. Өйткені әйгілі ғалым Ақжан Атаханов та шытырман тағдырдың адамы ретінде көрінуге тиіс еді.
Бір кезде кәмпескеге ұшырап, жер аударылған бай баласы қазақ жерінен тұрақ таппай көп жыл Мәскеуді паналайды. Ұясынан үркіп ұшқан қаздай, ол да ұзақ уақыт туған жерге ат ізін салмаған. Домбыраның қос шегіндей қатар желі тартқан осы екі тағдыр романның орта тұсында қайта түйісіп, одан ары бір арнада өрбуі керек еді. Маған қосымша ауырлық келтірген тағы бір нәрсе, өз кейіпкерім Ақжанға ғылымның қайдағы бір қиын саласын таңдаппын. Академик Ақжан Атаханов ұзақ жыл генетиканы зерттеген ірі биолог, атақты селекционер болуға тиіс. Ол қазақтың ақбас сиыры мен ақ қойының неше алуан тұқымын шығарып, өз әріптестерін еріксіз мойындатуы керек. Әрине, бас кейіпкерің ғұлама ғалым болған соң, автордың өзі де сол саладан бірдеңе білуі шарт. Маған енді генетика ғылымын зерттеуге тура келді. Сол мақсатта Алматыдағы эксперименттік биология институтына барып, генетик ғалымдарымен, қой шаруашылығымен шұғылданып жүрген селекционер жігіттермен сөйлестім. Сөйтсем, ол жай сұрап ала салатын нәрсе емес екен. Генетика кеңес дәуірінде көпке дейін қуғынға ұшыраған ғылым көрінеді. Оның өзі ұзақ хикая. Ақырында менің талабымды құптаған ғалымдар, сіз алдымен мыналарды оқып шығыңызшы, осының ішінде бәрі бар деп бір қоржын кітап берді. Сол кітаптарды табан аудармастан 2-3 ай оқыдым. Генетика ғылымының атасы сонау Менделден бастап бұл саланың кеңес одағында қалай өркен жайғанына дейін түгел сүзіп шықтым. Сөйтіп өз кейіпкеріме мамандық, кәсіп тауып бере алатын дәрежеге жеттім. Міне, осындай жан-жақты дайындықтан кейін Атамекен романын жазуға кірістім. Менің бақытыма сол жылы жазушылар одағының тау бөктеріндегі шығармашылық үйі бітіп пайдалануға берілгенді. Мұнда жазушыларға арналған 40 бөлме бар. Қажетті нәрсенің бәрі ішінде. 4 уақыт тамағы дайын. Сол үйдің дабыр-дұбыры аз 4-ші қабатынан орын алдым да алаңсыз жазуға отырдым. 1983 жылы күзде басталған романды 1984 жылдың көкек айында толық аяқтадым. Көңілде жүрген идея қағазға қапысыз түскен тәрізді. Ақжан да, Қайдар да қазақ прозасында бұрын-соңды жасалмаған жаңа бейнелер болып шықты. Баяғы кәмпеске кезінде сүргінге ұшыраған игі жақсылардың нәсілі құрып кетпегені, болат пышақ қап түбінде жатпайды. Басқа бір өлкеден бәрібір тесіп шыққан Ақжан образы арқылы әдебиетте бірінші рет бой көрсетіп еді. Ғалымдардың арасындағы күндестік, академия сайлауы суреттелген тараулар да бұрын ешкімнің қаламына ілікпеген жаңа беттер деуге болады. Атамекеннің журналдық нұсқасы Жұлдызда жарияланды да 1985 жылы Жалын баспасынан жеке кітап болып шықты. Есімде қалған бір нәрсе, ол кезде баспаларда қолжазбаның сапасын анықтау үшін кемінде 2 адамға рецензия беретін әдет барды. Осындай ақылы жұмысты кәсіп қылатындар да жоқ емес. Сол үрдіспен Атамекенді оқта-текте көмір кендерінен кітап жазатын бір қаламгерге берген екен. Әлгі менің романымнан көптеген идеялық ақаулар тауып, мына бетінде ештемеге жарамайды деп пікір жазыпты. Бір күні баспаға барсам, редактор жігіттер сылқ-сылқ күле береді. Ұят болар, авторға көрсетпей қоялық деп отыр екен. Ақыры көрсетті. Бұған таңданатын не бар? Бұл өзі солай болуға тиіс табиғи нәрсе, дедім жаңағы сандыраққа көз жүгіртіп шыққан соң. Ол көмір туралы жазады. Мен өмір туралы жазам. Біздің көзқарасымыз бір жерден шығуы мүмкін емес. Бұл сөз кейін жазушылар арасына тарап, біразға дейін ауыздан түспей айтылып жүрді. 1983 жылдың аяқ шенінде Ілияс Есенберлин қайтыс болды. Бұл қазақ әдебиеті үшін Әуезов пен Мұқанов өлімінен кейінгі ең ауыр қаза еді. Жас кезінде өмірдің теперішін көп көрген. Соғыста ауыр жарақат алған жазушының денсаулығы бұрын да мықты болмайтын. Оның бір жағына сәл қисайып басатыны, соғыста оқ тиіп, пышаққа түскен оң аяғы сол аяғынан 2 сантиметрдей қысқа еді. Оған енді жазушылықтың ауыр азабы қосылды. Жан аялап, бой күту, курортқа бару ілекеңнің әдетіне енбеген. Өмірінің соңғы 20 жылында Есенберлин қаламынан 13 роман туған екен. Бұл шын мәнінде алыптардың ғана қолынан келер шаруа. Әйтсе де ілекең әлі тың еді. Жазудан қанша қажып жүрсе де, жаңа кітабы шыққан сайын қырандай сілкініп, қайраттанып кететін. Менің ойымша, жазушының өмірден тым ерте кетуіне мынадай 2 түрлі жағдай себеп болды.
Бастаған шығармасын жазып бітіргенше, жазылған кітабы жарық көргенше тағат таппайтын Есенберлин мұхиттан өткен қайық атты бір романын қанша күш салса да шығара алмай кетті. Бұл да сол кездегі тоталитарлық жүйені жеріне жеткізе әшкерлейтін реалистік шығарма еді. Кітаптың жарық көруіне орталық комитеттің идеология жөніндегі хатшысы Имашевтан бастап, сол тұста баспа маңында жүрген белсенділер түгелдей қарсы болды. Алматыда қазақшасын шығаруға тыйым салумен ғана тынбай, романның орысша аудармасы Мәскеудегі Новый мир журналына басылайын деп жатқанда, осы жақтан хат жазып тоқтатып тастады. Имашев бұл арада коммунистік идеологияны ғана қорғап қоймай, әдебиеттегі белгілі бір топтың сойылын соққанына күмән жоқ. Жазушыны 10 жылдай әуре еткен осы шығарма оның жүйкесін тоздырып, күш-жігерін сарқып кетті. Сонан кейінгі бір шырғалаң осыдан 3-4 жыл бұрын Есенберлиннің «Көшпенділер» трилогиясы Лениндік сыйлыққа ұсынылған. Марис Симошканың аудармасында романның орысшасы да сәтті шығып еді. Ілекең бұл жолы сыйлық алмаймын деп ойлаған жоқ. Тілектес қауым да зор үміт артты. Өйткені дәл осы жылдарда бір халықтың 4 ғасырлық шежіресін қамтыған мұндай ауқымды шығарма ұлт республикалары түгіл орыстардың өзінде де жоқ болатын. Оның қасында соңғы турға дейін Есенберлинмен таласып келген грузин жазушысы Надар Думбадзенің Чұқалтаң романы сол тұста әркімдер-ақ жазып жүрген жай қатардағы нәрсе еді. Бірақ керегіне, берекесі мықты, ұжымы берік грузиндер мен қазақтың іштеріне шынашақ айналмайтын күншіл арызқойлары екі жақтап жүріп, Лениндік сыйлықты Есенберлинге емес, Думбадзеге алып берді. Әлесімде, Мәскеу жақтан сәт сайын хабар күтіп жүрген сондай тағатсыз күндердің бірінде жазушылар одағында Ілекеңмен жолығып қалдым. Ағамыздың қабағы пәс, иығы салыңқы екен. Жай жапсар сұрағанымда, жүре сөйлесейік, әңгіме бар, деді Ілекең менің қолтығымнан алып. Қатар жүрген кісіні қолтықтап алатын әдеті болушы еді. Сөйтсек, оқ тиген кемтар аяғына сәл демеу болсын дейді екен ғой. Екеуміз сол беті аяңда отырып, қазіргі Желтоқсан мен Жамбыл көшесінің қиылысындағы Ілекеңнің үйіне дейін келдік. Жол жөнекей сыйлық жайы сөз болды. Мәскеудегі жағдай мәз емес, деді Ілекең баяу күрсініп. Бұрын аппараттағы біреулерге сенбей жүруші едім. Кеше сол жақта жүрген комиссия мүшесі Шыңғыс Айтматовпен сөйлестім. Грузиндер Думбадзеге сыйлық әпереміз деп артынып-тартынып Мәскеуде жүрсе, мұндағы біздің ағайындар менің үстімнен қарша боратып, арыз айдап жатқан көрінеді. Мыналары сұмдық қой, сонда не айтады олар? Сол баяғы сарын. Есенберлиннің романдары хан сұлтандарды мадақтайды, феодализмді көксейді. Бүлікші Кенесарыны дәріптеп, ұлттар достығына іріткі салады. Қазақстанда ол кітаптарды халық қабылдамай, кезінде қатты сынға ұшыраған деп жаппаған жаласы, жақпаған күйесі қалмапты. Орыстардың да ішінде ит өліп жатыр ғой. Орталықта отырғандар жаңағы сөзге иланып қалған сияқты. Арыз жазған кімдер екен, білдіңіз бе? Олардың кім екені былайда белгілемес пе? Деп Ілекең терең тыныс тартты. Өздерінен басқаға болсын демейтін, сол баяғы өзің білетін топтың адамдары. Өз басым талай қиянатты көріп жүрсемде, қаламгер қауымынан дәл мынадай сұмдықты күткен жоқ едім. Түңіліп кеттім. Ағайын арасында өкпе араздық болар. Бірақ жарысқа түскенде ел намысы, ұлтыпайы түгенделер шақта тізе қосып бірігіп кетпес пе? Әлде олардың елім жұртым дегені жалған, тек өз бастарының қамын күйттеген біреулер ме? Түс мезгілі еді. Ілекең болмай үйге кіргізіп, екеуміз Диляр апайдың қолынан соңғы рет шай іштік. Диляр апай артық сөзі жоқ, күйеуінің қас қабағына ғана қарап отыратын өте ибалы кісі. Баяғы зұлмат жылдарында халық жауы делініп, атылып кеткен белгілі заңгер, Қазақстанның әділет министрі болған Хамза Жүнісбековтың қызы. Әрине, бұл мәселеде Ілекеңнің алдынан шықпай қалған жоқ. Соғыстан оралған соң орталық комитетте қызмет істеп жүргенде халық жауының қызына үйленгені білініп қалып, сол үшін жұмыстан қуылған. Марқұм Ілекең бертінге дейін өзін көп ойламай, дімкастау әйелдің денсаулығына алаңдап жүруші еді. Шүкір, Диляр апай әлі де аман-есен жүріп жатыр. Асыл азамат, өз ұлты үшін басын беруге әзір, үлкен жүректі қаламгер арамызда жүрсе, өткен 1995 жылы 80 жасқа толар еді. Бірақ бір өкініштісі, жазушының мүшел жасы аталмай қалды.
кім көрінген мерейтой өткізіп жатқан мына заманда Есенберлинге арналған әдеби кеш, не ғылыми конференция ұйымдастырылмады. Ілекеңнің туған күні қарсаңында Халық кеңесі газетінде жарияланған менің естелігімнен басқа ол туралы ой толғаған ешкім болмады. Өкінішті ақ. Аласа адамдардың өзінен биіктерді еске алғысы келмейтіні несі екен? Әйтпесе, Ілияс Есенберлин елеусіз қалатын кісі ме еді? Әдебиетте Әуезовтен кейін халықтық бағыттың туын ұстап қалған жазушы артына өлмес мұра қалдырды. 60-70 жылдарда тарихи романның көшін бастап, қазақ прозасында тұтас бір мектеп қалыптастырды. Ұлттық сананың оянуына, тарихи зерденің жаңғыруына өлшеусіз үлес қосты. Егер Есенберлин сәл ары таман туып, ғасырдың бас кезінде өмір сүрсе сөз жоқ, алаш қозғалысының жуан ортасында жүрер еді. Кейде ол менің көзіме кешегі Әлихан мен Ахметтің, Міржақып пен Мағжанның сарқыты сияқты болып көрінетін. Амал не? Өз ұлтын сүйген есіл ер тәуелсіздік таңын көре алмай арманда кетті. Алайда біздің азат заманымыздың әр таңында Кенесары хан бастатқан құрбандардың киелі қаны алаулап тұрғаны секілді, Ілияс Есенберлиннің де қалам ізі жатқанында күмән жоқ. Есенберлин дүниеден өткен соң абырой асырып, бедел таластыратын ешкім қалмай, кеңес жазушылары бірыңғайланып қалып еді. Сен өлгенде біреулер қуанбаса, өміріңнің зая кеткені дегенді бір кітаптан оқығаным бар. Ілекең өлгенде де біраз адамның арқасы кеңіп, деп тыныс алғаны күмәнсіз. Бұл кезде жастары 80-нен асып кеткен Мүсірепов пен Мұстафин тұғырдан тайып, әдебиеттің шылбыр тізгіні өздерін классик санайтын жікшіл топқа еркін тиіп еді. Бірақ бір қызығы, партия мен үкіметтік оң тізесінде отырған сол адамдарда көш бастап кете алмады. Азаматтық, кісілік деңгейлері төмен болды ма? Әлде жазған шығармалары мен қаламдастарын мойындатып, қалың оқырманды ұйыта алмады ма? Әйтеуір бірдеңелері жетіспеді. Олардың әлемді жаулап алады деп қатты үміт артқан шығармасы «Қан мен тер» еді. Ол да діттеген жерден шықпады. Қан мен терді жыл сайын өңдеп, қайта бастырып, шет тілдерге аудартып, алдартынан бірдей үрлеп ақ жатыр. Алайда жалған концепцияға құрылған, өмірлік арқауы босаң, қанатсыз дүние қанша баптағанмен қыр асып жарытпайды екен ғой. Роман төңірегіндегі дабыралы дақпыр дақыры театрға тіркеліп барып, Мәскеуден сыйлық алып қайтумен аяқталды. Әділетке жүгінсек, Нұрпейісовке қарағанда Тахауи Ахтанов әлдеқайда талантты еді. Оның әдебиеттегі жолы да кедергісіз, тым жеңіл болды. Әскерден қайтқан бетінде бірде-бір әңгімесі не мақаласыз шықпай жатып, бір жиналыста сөйлеген сөзімен ақ одаққа мүшелікке өтіпті. Бірақ не үшін екен? Ахтанов өзін үнемі көлеңкеде қалдырып, қан мен терді көтермелеумен болды. Тахаң былайғы тіршілікте ар жағына зіл сақтамайтын салдырлаған ақкөңіл адам болатын. Түс шайысып, ренжісіп қалған адамдарымен де араласып жүре беретінді. Тек есіп сөйлеген кездерінде сөзін бөлмей құптап отырсаң болғаны. Табиғат мол дарын берген бұл қаламгердің бұдан гөрі де биіктен көрінуге мүмкіндігі бар еді. Бодандық бағыт, жалған концепция кедергі жасап, құлашын кең жаздырмады. Бір жолы әлде бір кітаптың тұсаукесер тойына жиналып, біраз адам ресторанда отырғанбыз. Алдымызға тамақ келгенде қасымда отырған Тахаң маған бұрылды да: «Есіңде болсын, тегінде вилканы сол қолға ұстайды», деп көптің өзінше ескерту жасады. Көмейінде не тұрғаны белгілі. Мен шымбайыма батып кетсе де сыр алдырмай: «Рахмет, Таха, сіз қанша дегенмен Ресейге ерте қосылған ауылдың баласысыз ғой, вилка қасық жайын жақсы білесіз», дедім. Сыйынғаныңнан сүйенгенің мықты болсын дегендей, басынан сөз асырмай үйренген Ахтанов соған ақ шамданып қалды. «Сен өзіме не десең де көтерем, тіпті сабап кетсең де мейлің. Тек Ресейге тіл тигізуші болма», деп орнынан атып тұрды. Ресейге тіл тигізді деген ол кезде адам шошырлық ауыр сөз. Отырғандар жан-жақтан кеу-кеулеп: «Ресейді жамандаған кім бар? Қайта сізді мәдениетті деп мақтап отырған жоқ па?» десіп Тахаңды зорға басты. Иә, бұлар қымс етсе Ресеймен қорқытатын. Жазған шығармаларында да империяға шаң жуытпай өтті. Есептерінде қапы жоқ. Мәскеудің оң назарына іліксе, өздеріне ешкімнің тісі батпайтынын жақсы білді. Орталық газет журналдарда әлдеқалай аттары аталса, бүкіл одақтық аренаға шыққан деген осы деп соған мәз болысты. Әр республикадағы беделді жазушылармен тамыр таныс болып, бірге жүру де олар үшін бір мәртебе. Бұл да санаттан қалмағандықты білдіреді.
Ол жылдары Шыңғыс Айтматовтың даңқы аспанға шығып дәуірлеп тұрған кезі. Өздерінің тым алысқа шалмасын сезген біздің кейбір қанатсыз қаламгерлер құстардың тобына ғайыптан қосылған Гаршиннің саяхатшы бақасы тәрізді Айтматовтың ракетасына тіркеліп, біраз жерге барып қалуды армандаушы еді. Шыңғыс Айтматов. Кеңес әдебиеті көгінде ұзақ жыл жарқыраған осы бір жарық жұлдыз туралы да орайы келіп тұрғанда бірер сөз айта кеткеніміз жөн шығар. Қайсы біреулерше мақтанбай-ақ қояйын, Айтматов менің жақын танысып сөйлескен кісім емес. Жиналыстарда кезігіп жүрдік, той-томалақ, банкеттерде дастархандас болдық. Бірақ жеке сөйлесудің реті келмепті. Сөйлеспейін деп бой тартқан мен жоғау, Айтматов қолға түспеді. Алматыға келе қалса белгілі бір адамдардан артылмайды. Айтматов олардың қолындағы көз іріспетті, басқалардан өлердей қызғанады. Алматыға келерде бір тобы Ұзынағаштан қарсы алып, Бішкекке қайтарда ешкімге жолықтырмай Қордайға дейін шығарып салады. Осылайша жаңағы топ біздің буынды көпке дейін Шыңғысқа жолатпады. Кейін біз де ықылас таныта қоймадық. Ал Айтматовтың кеңес әдебиетіндегі орны, қазақ әдебиетіне тигізген әсері дегенге келсек, оның да ұңғыл-шұңғыл жерлері бар. Сөз жоқ, Айтматов жұлдызы оңынан туған жазушы. Кеңестер одағында алғашқы повесімен-ақ әлемге танылып, Лениндік сыйлық алған одан басқа жазушы жоқ. Шыңғыстың бұлайша тез көтерілуіне кезінде Мұхтар Әуезовтің шарапаты тигені мәлім. Сөйтіп, ол шу дегеннен шырқау биікке көтеріліп алды да, кейінгі шығармаларына кең жол ашылды. Өмірдің кейбір қайшылықтарын айтуға ерік берілген таңдаулы топқа қосылды. Оның бірден орыс тілінде жазатыны да шешуші рөл атқарды. Соның арқасында қырғыз бен қазақтың шолақ белсенділеріне күні түспей Мәскеуге тіке тартатын болды. Қанша дегенмен орыс әдебиетінде үзілмей келе жатқан демократтық дәстүр бар. Сөз бостандығы да бізден гөрі кең еді. Кейде Кремльдің өзін тыңдай бермейтін «Новый мир» журналы Шыңғыс шығармаларын бөгетсіз басып, дүниеге таратып жатты. Айтматов Алматы мен Бішкектегі біз тартқан тауқыметтің бірде-бірін көрген жоқ. Алғашқы Жәмила повесі Лениндік сыйлыққа ұсынылып жатқанда, бақ күндес қырғыз жазушылары жоғарыға көп адам қол қойған арыз жөнелтіпті деген сөз бар. Айтматов бұл шығармада совет солдатының жесірін бұзып әкеткен қайдағы бір кезбені дәріптейді. Осы повесті оқыған соң жүздеген қырғыз семьясы ажырасып кетті десе керек. Әлгіні оқығанда Мәскеуде отырғандар: онда бұл керемет шығарма болды ғой. Бұрын отбасында бақытсыз болып келген жандардың санасы оянып, өз теңін тапқаны жаман ба деп күлген көрінеді. Метрополия мен түкпірдегі бодан провинцияның парқын осыдан-ақ біле беріңіз. Әуезовтей көшбасшыдан айырылып, жетімсіреп қалған кезімізде Айтматовқа үлкен үмітпен қарағанымыз рас. Шығыстан тағы бір жұлдыз шықтау деген мақтаныш еді. Жастардан оған еліктеп әңгіме, повесть жазғандар да болды. Көп ұзамай Айтматов шығармаларын насихаттауда қырғыздардың өзі бізге ілесе алмай қалды. Жазушы кезекті повестінің қырғызша нұсқасын әзірлеп үлгергенше, біз оны орысшадан аударып, қолма-қол жариялап отырдық. Айтматов та борышты болып қалған жоқ. Абайды, Әуезовті пір тұтатынын айтты. Мұхаңның көп жылдан бері қайта басылмай келген қилы заман повесіне орысша алғы сөз жазып, Мәскеуде шығуына мұрындық болды. Мұның бәрі жақсы әрине. Қазақ пен қырғыз секілді түбі бір, туысқан халықтарда бола беретін қалыпты жағдай. Алайда біздің асыра сілтеген күніміз бар ма? Қазақтың қоржыны қашанда бір жағына аулық жүреді. Өзіміздегі түйені көрмей, өзгенің жылтыраған түймесін қызықтаймыз. Бұл жолы да солай болды. Айтматов бірте-бірте культке айнала бастады. Баспаға барсаң, Айтматов шығармалары. Театрға барсаң, бәрі жабылып Айтматовты қойып жатқаны. Қазақтың өзінде сахнаға шығарлық одан басқа роман, повесть жоқ сияқты. Айтматовпен терезесін тең ұстайдау деген ағаларымыздың түрі анау. Әйгілі жазушыға нөкер боп қасында жүргені не мәз. Ақыры олар Айтматов повестерін аударуға, онымен бірігіп шығарма жазуға таласатын болды. Шыңғыспен әлде қалай табақтас боп қалса, соның тоғын баса алмай, біразға дейін тістерін шықып жүреді. Ал өмірдің қай саласында болсын, табыну мен жағыну орын алған жерде оның арты жақсылыққа апармайтыны белгілі. Табыну әсіресе әдебиетке жат нәрсе. Әдебиет әр халықтың рухани қуаты. Оны ешкімге де жығып беруге болмайды. Егер сен біреулерден кеммін, қормын деп ойласаң, онда қолыңа қалам алмай-ақ қой. Дүниеде атақты жазушылар аз емес.
Бірақ солар қанша ұлы болғанымен қазақ әдебиетіне бір жол жазып бермейді. Әдебиетті жаман жақсы болсын, әр ұлттың өз таланттары жасайды. Ұлттан тыс тұратын жазушы жоқ. Ал біздің жағымпаздар Айтматовқа табынғаны сонша, оған қырғыз жазушысы деген атақты қомсынып, адамзаттың Айтматовы дегенді ойлап тапты. Бұрын соңды естімеген сөзіміз. Ағылшынның ұлы драматургы Шекспирді, француздың ұлы жазушысы Бальзакты, орыстың ұлы жазушылары Толстой мен Достоевскийді білетін едік. Бірақ адамзаттың жазушысын көріп отырғанымыз осы. Жағдай қиынға айналды. Өзіңіз ойлап көріңіз, дәл қасыңызда бір ұлттың аясына сыймай, жер шарын алдына өңгеріп отырып, шығарма жазатын ертегінің алып отыр. Ал сонда өз ұлтына айтатын сөзін зорға жеткізіп жүрген біз сияқты ергежейлі лилипуттардың көрген күні не болмақ? Жазуды қойғаннан басқа амал жоқ. Нәтижеде өзіміз қолдан жасап алған адамзаттың жазушысы қазақ әдебиетін иықтан басып тұратын жартасқа айналып бара жатты. Алайда дүниеде мәңгі жасайтын не бар? Міне, кезінде әлемді таңырқатқан Айтматов заманы да артта қалды. Кеңес дәуіріндегі көп құндылықтар бұрынғы бағасын жойды. Қазір шығыс шығармаларын қайталап оқысаңыз, алатын әсеріңіз басқаша. Бір кезде жұртты таңғалдырып, тек атақты жазушылар ғана айта алатын шындықты бұл күнде кез келген студент айтып жүр. Қазір қазақ әдебиеті де әркімге бір табынатын өлара кезеңнен өткен. Ұлттың бойындағы сарқылмас қуатты әйгілейтін көрнекті шығармалар келді дүниеге. Жыланды үшкертсе де кесірткелі қауқары бар дегендей, қашанда талантқа кенте болмаған қазақ даласы өзіне лайық әдебиет туғызбай қоймайтынын тағы да дәлелдеді. Әдебиеттегі түлеу мен жаңару ұрпақ ауысуымен қатар жүретіні белгілі. 1985 жылы қазақ әдебиетінің екі ақсақалы Мүсірепов пен Мұстафин қайтыс болды. Біреуі жылдың басында, екіншісі аяғында. Сөз жоқ, бұл екі жазушы да суреттері оқулықтан түспеген, кезінде әдебиеттің ауа-райын жасаған адамдар. Мұстафин кеңестік дәуірді мадақтауға машыққан қара сөздің хас шебері еді. Көкірегі даңғыл, тума талант екенінде күмән жоқ. Небәрі 4 кластық біліммен ақ қыруар шаруа тындырды. Көз көрген, бастан кешкен жайларды жазды да, одан арыға зорланбай, жасы 60-тан аса бере жазуды тоқтатты. Көп шешіліп сөйлемейтін, жастарды бойына тым дарытпайтын тұйық адам еді. Жұртпен көп араласпайтыны мінезінің ауырлығы, сақтығы ғана емес, оқуының аздығынан қорғанатынды. Ақылды адам ғой, кім көрінгенге жақыннан сыр алдырғаннан гөрі жұртты ақсақалдық айбынымен алыстан ықтыруды қолай көретін. Мұстафиннің тірі кезінде мен 20 жылдай әдебиет маңында жүрдім. Өкінішке қарай бір ретте тілдесудің сәті түспепті. Мұстафинге қарағанда Ғабит Мүсіреповпен құлан қасынысқандай азды көпті тілдескенім бар. Оның өзі де бертінде, Ғабеңнің қартайған шағында. 1983 жылы күз, қыс айларында таудағы шығармашылық үйінде атамекенді жазып жатқан кезім еді. Осының алдында кемпірі қайтыс болып, қолғанатсыз қалған Мүсірепов те сол жерді қыстап шықты. Бұл Ғабеңнің тым ұзаққа созылған, оянған өлкені аяқтап, екінші кітабын баспаға әзірлеп жатқан кезі еді. Жатын орнымыз, жазу үстеліміз бөлек болғанымен, өзге тірлігіміз бірге. Асханада 3 уақыт тамақты көрші үстелде қатар отырып ішеміз. Түскі астан кейін есік алдындағы орындықта шуақта отырып темекі тартамыз. Ғабең оймышталған әдемі мүштегіне фильтрлі сигаретті баппен орнықтырады. Сонан соң шетелдік шақпағын шырт еткізіп, темекісін тамызады да рахаттанып бір сорады дейсіз. Түтіннің өзін жібектей шұбалтып сәнмен шығарады. Бірде қасымызда отырған жігіттердің бірі: «Ғабе, шылым шеккеніңізге қанша болды?» деп сұраған. «Стаж жетеді, 60 жылдан асты ғой», деді Ғабең. Әлгі адам өзінше қамқорсып, темекінің зияны туралы айта бастап еді, Мүсірепов жақтырмай қалды. «Әй, сен өзі қызық жігіт екенсің», деді ыңыранып. «Білгіш болсаң айтшы, жас ет ұзақ сақтала ма, әлде ысталған сүрі ұзақ сақтала ма?» «Сүрі ет ұзақ сақталатын шығар», деді анау сасқалақтап. «Ендеше мен өзімді әдейі ыстап отырған жоқпын ба?» Жалпы темекі туралы әңгіме көп қой. Марк Твен бұл жайында жұрт темекі тастауды қиын дейді. Бекер сөз, мен оны талай рет тастағам депті. Сол айтқандай Ғабең де 80-нен асқанша шылымын тастамай кетті. Мен осындай сәттерде Ғабеңнің түр тұлғасына жиі көз жіберемін.
Мүсіреповтің қазіргі қалпы көптен бері көк жүзін шарламай тұғырда отырып қалған кәрі қыранды еске салады. Ет қайтқан, дене тұрқы шөге бастаған. Қазір кеудесінен басы үлкен тәрізді. Селеудей шашы да, қиғаш-қиғаш тартылған қас та түгел жуық ағарған. Шашын шашау шығармай тарап, мұнтаздай қырынып жүреді. Бет терісі де шытынап жұқарған. Тұла бойы мен жанып болдым дегенді сездіріп, ақ қайыңның күліндей үлдіреп тұр. Соның өзінде сүйекке біткен терілік кірпияздық бар. Жүріс-тұрысы паң. Онысы және жасанды емес, табиғи. Ертеде арқа өңірінде Паң Нұрмағамбет деген кісілер өтіпті ғой. Ғабең сол паңдардың сарқыны секілді. Алайда Мүсірепов ол мынадай кісі дейтін бір ауыз сөзге сыймайды. Тұла бойы қайшылықтардан тұратын өте күрделі адам. 1932 жылғы ашаршылықта бестің бірі болып Сталинге хат жазған. Бейімбет Майлин сталарда егер Бейімбет жау болса, мен де жаумын деп аға жазушыға ара түскен. Сол үшін партиядан шығарылып, біраз жыл қуғын көргені бар. Ғабеңді кейінгі жастарға сүйікті еткенде сондай кесек мінездері. Сөйткен Мүсіреповтің Кенесары қозғалысын қабылдамай, өмір бойы қыжыртып келгені таңғаларлық нәрсе. Тұрмыста да сол кереғарлық. Бұрынғы бәйбішесі қайтыс болған соң, өзінен 40 жас кіші қыз алып, ел жұртты бір таңырқатып еді. Кейін әлде бір қаңқу сөзге бола, сұлу жас әйелді 2 баласымен шығарып, өзінен сәл ғана кіші, талай тақымнан шыққан кемпірді алғанда, өсекшілердің өзі жіп тағалмай шатасып қалды. Әсілі, Мүсірепов ұзақ сарылып жазбаған, өзін қаламмен қажытпаған жазушы. Көзі тірісінде өз қолымен құрастырып, енді ештеңе қоспаңдар деп тапсырып кеткен мұрасы 5 том. Бұл 60 жыл бойы қалам ұстаған адамға сөз жоқ, аздық етеді. Әйткенмен аз жазса да саз жазғаны тағы рас. Жаңағы 5 томдыққа енген шығармалардың бәрі де кіршіксіз таза дүниелер. Әсіресе Қозы көрпеш баян сұлу, Ақан сері Ақтоқты драмалары мен Оянған өлкенің бірінші кітабы және кейбір әңгімелері мінсіз шедеврлер қатарына жатады. Ал бірінші кітабы 50-ші жылдарда жарық көрген Оянған өлкенің екінші кітабын 80-ші жылдарға дейін созып келуін күрделі тақырыпты игере алмағандық, жазушы концепциясының әу баста тым айқын болмағандығы деп түсінуіміз керек. Тарихи шығарманы саясатқа бейімдеймін. Романның соңын қазан төңкерісіне ұштастырам деп жүріп, қайшылыққа ұрынғаны көрініп тұр. Жалпы Ғабең тілге мұқият қарайтын өте шебер жазушы ғой. Бірақ тұтас бір дәуірді сипаттайтын көлемді шығарма жазу үшін тіл байлығынан басқа да көп қасиеттер керек. 1974 жылы Кеңес жазушыларының бірінші съезіне 40 жыл толуына байланысты сол алғашқы жиынға қатысқан қарт жазушылардың біразына еңбек ері атағы берілген. Бұл құрметке Қазақстаннан Мүсірепов ие болды. Сол атағын құттықтауға келген құрдасы Мұстафинге Ғабең: "Енді не дауың бар? Кімнің батыр екенін байқаған шығарсың" деп омырауындағы алтын жұлдызды көрсетіпті. Сонда Ғабиден: "Бәлем, енді 2 жыл өлмей тұра тұрғанда бұл жұлдыз Сәбиттікі еді. Сенің бағың түйенің көтенінен де зор екен" депті. Ойнаса да ойындағысын айтқан. Жалпы іштей бәсекелес бұл екі жазушының қалжыңмен қағысқан кездері аз емес. Ғабит жас тоқал алған кезде Ғабиден топ кісінің арасында тұрып: "Халің қалай? Ана-мына шаруаға шаман келіп жүрме" деп сұрапты. "Шама келмесе ол не? Таптырып жатқан жоқпыз ба?" дейді Ғабең ыңыранып. Сонда Ғабиден тұрып: "Ой, тайыр-ай, сенің тоқалың үстінен ызыңдап шыбын ұшса, жүкті болғалы тұр ғой. Мықты болсаң, менің кемпірімді туғызып берші" деген екен. Мүсірепов еңбек ері атанып, омырауына алтын жұлдыз таққан соң, біраз жыл қайта түлеп серпіліп кеткен сияқты еді. Бұл күнде 80-нің сеңгірі қол-аяқты тұсап, кәрілікке еріксіз мойындатқан түрі бар. Бір күні тағы да есік алдында демалып отыр едік, қақпа жақтан бір топ қыз келіншек көрінді. Осындағы Мәриям Хакімжанова апаларын іздеп келе жатқан ақын қыздар екен. Әйелдер Ғабеңді еркелей құшақтап, бетінен сүйіп жатты. Олар ішке кіріп кеткен соң Мүсірепов маған бұрылды да: "Қазір қыз келіншектер менен мүлде қорқпайтын болып алды. Кезіккен жерде балаша ұстап алып сүйе береді" деді мырс-мырс күліп. Бұл сөздің астарында көп мағына бар. Қазір қарт жазушының қай жағынан да бұрынғы айбыны жоқ еді. Ана бір жылдары Мүсірепов бильярдқа құмар болатын.
Жазушылар одағының 3-ші қабатына бильярд тақтасын қойдырып, жұртты осы өнерге баулығаны есімде. Қазір ойнауды қойыпты. Бірақ кешкі уақыттарда бильярд залына келіп, өзгелердің ойынына сырттан қарап тұрады. Тіпті бір жолы қалтасынан ақша шығарып, турнир ұйымдастырғаны бар. 10-15 адам қатысқан жарыс кестесі қабырғада ілулі тұр. Бас төреші Ғабеңнің өзі бір бүйірден қарап отырады. Бір жолы мен тым асығып кетсем керек, оп-оңай тұрған шарды түсіре алмай қалдым. Ғабең байқап отыр екен. Қап, мына шарды алу керек еді. Романды қалай жазар едің, деді ыңыранып. Шалдың бұл сөзі сені оқыдым білем дегені, жасып қалмасын деп өзінше көпшік тастағаны. Бұдан басқа мен туралы не жиналыста, не баспасөзде ештеңе айтқан емес. Мүсірепов көркем шығарманың өзге компоненттерінен гөрі тіліне қатты мән беретінді. Ол кісі әр сөйлемді жазған сайын соған сұқтана қарап, сығалап отыратындай көрінуші еді. Шығармаларын асықпай ұзақ жазатын да содан шығар. Өткен жылы одақта арнайы жиналыс шақыртып, жас жазушылардың тіліндегі мүкістер жайында 3 сағат бойы ұзақ баяндама жасағаны бар. Сол жиналыста Ғабең Оралхан Бөкеевтің повесть әңгімелерінде қоңыр ат, қоңыр дөнен деген тіркестер бар екен. О заманда бұ заман жылқының қоңыр болғанын кім көрген деп бір оқшау сын айтқан. Ғабеңнің бұл сыны менің көңіліме қоныңқырамай жүруші еді. Сол сөзі есіме түсті де, есік алдындағы кезекті демалыстың бірінде Мүсіреповке мынандай сауал қойдым. Ғабе, сіз өткен жолы Оралхан туралы осылай дедіңіз. Бірақ біздің шығыс жақта қоңыр сөзі жылқыға да, өзге түлікке де бірдей қолданыла береді. Сүйреткен жібек арқан тел қоңыртай деген халық өлеңі де бар. Оны былай қойғанда, қоңыр ат деген ұлыс аты да қоңыр атты кісіден шығуы мүмкін ғой. Осы арасын қайта бір ойланып көрсек қайтеді, деді ақсақалдың шамына тимейтіндей жұқалап қана. Мүсірепов танауын желге тосқан кәрі құлжадай Алатаудың қарлы шыңдарына қарап біраз ойланып отырды да. Сірә, сенің болжамың дұрыс шығар. Мен ет қызумен аңдамай айтып жіберген болармын. Бұл сөз деген дүниенің өзі жатқан бір сиқыр ғой. Оның баяуы әр жерде әрқалай құбылып тұрады, деді баяу тіл қатып. Қайсы біреулерше өз сөзін жақтап таласпады. Бұл Мүсірепов өмірінің соңғы кезеңі еді. Сол жылы билік басына Горбачев келіп, дүние үлкен бір дүрбелеңнің алдында тұрған. Ғасырдың басында туып, кеңес заманының барша ыстық суығын бастан кешірген үлкен қаламгер өзгеріс жылдарының дәл табалдырығына дейін келді де, одан бір адым бері аттамай, сол өздері пір тұтқан дәуірмен бірге дүниеден өтті.